Осы әнді биыл бәрі естіді. Осындағы апытсы нені білдіреді? Қазір айтып беремін, ал сен ағылшын тілін қызық жолмен үйренгің келсе, осы парақшаға тіркеліп қой. APT is a Korean drinking game that I actually used to play. Розе айтып тұрған апытсы, ол ағылшыннан apartment сөзінің қысқартылуы, яғни пәтер. Бірақ бұл жерде ол пәтер емес, Кореядағы ішу ойынының атауы. If you're sitting in a circle with your friends, you call out the floor of the apartment. Барлығы шеңберде отырады да, біреуі 7th floor сияқты қабатты айтады. And everyone has to stack their hands in the middle. Барлығы ортаға бір-бірінің үстіне қолдарын қояды, дәл көп қабатты үй сияқты. And if I say like 7th floor, it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The person who lands on the 7th floor takes the shot. Төменгі қолдан бастап бірден 7-ге дейін санайды. Қай қол 7-ші қабатта тұрса, сол адам ішімдік ішеді. Ереже қарапайым, бірақ өте көңілді. Everyone just screams like apatı. That's the fun part, and it's good because it gets everyone like kind of together. Ойынның хайлайты барлығы бірге айқайлап, эмоциямен ойнайды, сондықтан апатсы Розе үшін достарды біріктіретін вайб. Apatı. 3, 1. 2. That's you. 3. Негізінде бұл ойында жеңілгендер болмайды. Себебі жеңілген адам соджу ішеді, ал Кореяда соджу ішу ұят деп саналмайды. Бұл талдау ұнады ма пікірлет және келесі жолы қандай әнді талдайын пікірге жаз.